Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін қамыры осындай өте жұмсақ болып шығатын шелпек пісіреміз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ыдысымызға сүтімізді құйып, жылы суымызды құйып, ашытқымызды, тұзымызды, жұмыртқамызды және бір ас қасық майонез қосып, 50 грамм маймен секерімізді саламыз. Және бәрін біркелкі араластырып, осыны 5 минуттай араластырып, бәрін біркелкі етіп езесіздер бір-біріне. Енді осыған аз-аздан ұнымызды қосамыз. Бізде жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Міне біздің қамырымыз осындай болып шықты. Қолымызды кішкене майлап жіберіп, бәрін айналасын жинаймыз. Осыны 1 сағатқа үй температурасында жылы жерге қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз өте үлпілдек болып көтерілді. Осыны енді шелпекке мен 3 бөлікке алам. 3 бөлікке шелпекке алып, қалғанынан бауырсақ істеймін. Міне осылай бәрін ұнға, кішкене ұнды көп қоспаңыздар. Ұнға аунатып, бәрін әзірлеп 3 бөлікке шелпекке, ал қалғанынан бауырсаққа. Міне барлық жағын бірдей тегіс етіп, осындай дөңгелек қылып жаясыздар. Ал қалған қамырымызды бауырсақ қыламыз. Енді табамызға майымызды құйып, оны қыздырып, шелпегімізді саламыз. Шелпегімізді салғанда осылай ортасы көтеріліп кетеді, соны шанышқымен жан-жағынан көтеріп тұрамыз. Сонда асты біркелкі қызарып піседі. Осылай көтеріңіздер, сонда асты біркелкі қызарып пісетін болады. Міне қараңыздар, астының бәрі тегіс қызарған. Енді бауырсақтарымызды дайындаймыз. Біздің уже шелпегіміз дайын. Міне достар, біздің шелпегіміз дайын. Оның қамыры өте жұмсақ. Жасап көруге кеңес беремін осы рецептпен. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де пайдалы рецепттер болады. Сондықтан тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.